Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Кезектегі сабақты бастаймыз. SMP сайты бойынша. Демек, біз символдық типтерге келдік. Мына осының ішінен біз жолдық типтер, немесе стринг өтетін боламыз бүгін. Енді бірден есепке келейік. Бұл жерде курстың ішінде есебіміз бізде клавиатура, немесе SMP-де 66-шы есеп екен. Бірінші, мұқият біз есептің берілген оқып шығамыз. 11% есеп, бұл онша қиын емес. Мұқият оқып шығамыз, және берілгендеріне қарап өтейік. Бізге пернетақтадан қандай да бір символды енгіземіз, яғни тек қана бір әріп. Осы әріпті енгізген кезде келесі мәліметтер шығу керек. Яғни, мұқият қарасаңыздар, біздің пернетақтадағы әріптердің жайғасқан орны. Яғни, Q-дан кейін бізде V тұр, W, T-дан кейін Y тұр, P деген болса, P-дан кейін келесі жолға түсеміз. Яғни, бірінші жолдан біз P-дан A-ға өтеміз. Және, қарап отырсаңыздар, L, екінші қатардың ең соңғы әрпі, латын әрпі. Осыдан біз келесі үшінші жолға түсеміз. Және осы жерде үшінші жолдағы M деген әріптен басқан кезде бізге Q шығу керек. Бұл есепті шығару қалай орындаймыз? Біз Python тілінде кәдімгі енгізу шығару арқылы шығарсақ болады. Input out немен if printпенен. Мен бірінші қандай да бір айнымалы шамалы болайын. Мысалға A деймін, тең input деймін, яғни бір символды енгіземін. Ары қарап, егер дедім, келесі жолы, егер A-ның мәні Q-ға тең болса, онда кезде мен қарапайым шығару деймін, print W, келесі әріпті бас шығарым. Міне, дәл осындай қылып, барлық 26 әріпті жазып шығамыз. Қазір мен пауза қояйын, сіздерді уақыттарыңыз алып. Яғни мен жазып шықтым, мінекей, әр символды бөлек көріп шықты. Енді осы жерде мен ең соңғысын жаздым. Егер M үшінші қатардағы ең соңғы символ ғой. Осы болса, біз бірінші қатардың ең бірінші символына келеміз. Енді орындаймыз. Нәтижесін көрейік. Так, SMP 66 дейміз. Сақтаймыз. Енді пернетақтадан қалаған нені береміз. Мысалы, Q берсек, бізге W шығу керек. Бұл біздің есебіміздің ең қарапайым жолы. Аламыз, көшір аламыз. Есіңізден шығып кетті ме сіздердің SMP сайты, яғни символ нені, файлды қалай жіберу керек екен. Енді язык программирования Python таңдаймыз. Мына жерге исходный код решения деген жерге біздің құрған программамызға келеміз. Қарап отырсаңыздар, өте қарапайым қылып жасадым. Егер A Q-ға тең болса V, V-ға тең болса I деп әрбір келесі әріптерді қойып шықтым. Бұл енді жаңағы не? Ең қарапайым жолы бұл. Проектіміз. Индексеп көрек SMP-ді. Қандай нәтиже бізге береді екен. Так, қысаптыды. Мына бірінші жолы болады. Енді екінші жолын көрейік. Екінші жолы біз мынанда ұзағынан жазып жүрмейміз. Қазір оны мен қысқалып жасайын. Так, қандай да бір айнымалы алам, B деймін да, осыға мен жазып қойын, әріптерінеке, Q, V, E, әріптерді жазып шығам, пернетақтадан бірінші жол, екінші жол, үшінші жол. Енді осы M-нен кейін бір символ қосым керек, бұл бірінші қатардағы бірінші символ. Q-ді қосам, ары қарап,
Б деген қандай да бір мәтіндік тізбек болды. Ары қарап мен А дегенді енгіземін. А input. Енді мен несем, мына жерден осы символ табам, және оған бірді қосып шығарып беремін. Қарап отырсақ, ол бізде де қандай етін? Символды іздеп табу. Білеміз ба? Біз символды табу үшін қандай да бір айнымалы шамаламыз. С-ға теңестіріп, тең Б мәтіндегі индексін тауып аламыз. Индекс дейміз. А мәнін берген кезде Б-дағы қай орында жайласқанын тауып аламыз. Қараңыздар. Мына Б мәтіні осының ішінен А деген айнымалы шаманың индексін тауып аламыз. Қазір бірінші орындап көрейік. Так. Едіміз АСМП 66 бірдегі бірінші бола салсын. Екінші нұсқасы. Мысалы, Q-ді берсек, бізге шығу керек. Принтім кеттім мен. Кешірім сұрайын. Әжде принтім, принт С. Орындайын. Сол кезде мен Q-ді берсем 0 дейді. 0 дегеніміз не ол? Демек, Q деген символдың жайласқан позициясы 0. Енді мен сәйкес несем, мынаған С-ға бірді қосып шығарсам, мынаған есептің мәні келіп шығады. Яғни Б индексі С қосылған 1. Бұлай берсем, менде егер 0 болса, 0-ге 1 қосылып, мына келесі символ шығарады. Осында 26-ға М-ді берсек, 26-ға 1 қосылады. 25-ші мынау позиция М деген. 25-ге 1 қосылып, Q-ді шығарады. Орындаймыз неге? Қалаған символды береміз. Мысалы, М деп берейін, Q деп шығарды. Қарап отырсаңыздар, біз Q-ді берген кезде, Q-дің мәнін берсем, мен Q деп берсем, аға, ол кезде V-ны шығарды. Енді сұрақ, неліктен бізде Q деп мынаны таппады? Ең соңғы жайласқанды. Себебі индекс деген функция бізде ең алғашқы кездескенін табады Q-дің. Түсіндік қой? Берілген мәтіндегі ең алғашқы кездескен символ табады. Неке, осында қалып Q-ді берсек, бізге V шығарады, V-ны берсек, E шығарады. Демек, келесі символ шығарады. Осын жеріп көрек және береді. Сонда біз екі нұсқасын жасаған боламыз. Енді мен өткен сабақтарда айтқан болатын сіздерге. Бір есепті бірнеше нұсқада шығаруымызға болады. Алгоритм тек қана біреу болмайды. Әрбір автор әртүрлі шығара береді. Running дейді. Running деген бізде орындалып жатыр деген сөз. Accepted. Енді қарап отырсақ, мінекей уақыт жағынан мынау бізге қысқа болды. Негізгі мақсатымыз бізде қысқа жазу болатын, бірақ сіздерде алгоритмге үйрету мақсатында мен не істедім? Ұзақ жолмен жаздым. Түсіндіге бұл есепті. Бұл қарапайым пернетақтадан енгізу болды, енгізу шығару. Бұнда қиын емес. Келесі есеп бізде гүлдер. Бірінші есептің берген мұқият оқып шығамыз. Гүлдер дейді. Енді өздеріңіз жақсылап оқып алыңыздар. Мен есептің берілген айтып өтейін. Так, терезенің алдында, терезенің алдында 3 гүл тұрды. Геран, крокус және фиалка. Әр таңда дейді, Маша осы терезенің алдын сыпырып жүріп, гүлдердің орнына ауыстырады. Яғни, ортадағы гүлменен оң жақтағы гүлді ауыстырады. Ал Таня дейді, кешке гүлге су құйып жүріп, гүлдерге су құйып жүріп, демек, ортадағы гүлменен сол жақтағы гүлді екеуін орнына ауыстырып дейді. Және бізден сұралып отырыпты, К күннен кейін кешке де
ночью дейді. Яғни түнге қарай гүлдердің жайласқан орнын анықтап беріңіз дейді. Қараңыздар. Бізде жайласқаны бойынша геранды G әрпімен, крокусты C әрпімен және фиалка ма үшінші бізде фиалка болатын, фиалканы В әрпімен белгіленген екен. Бұл есепті шығару үшін мен үйренген қағазды пайдаланамын, немесе Excel'ді пайдалансам болады. Енді әрбір адам өзі бір нәрсеге үйренген болады. Мен мысалы көптеген есептерді шығарған кезде бірден Excel'ге қоя саламын. Excel'ге қойғанда мен әшейін не қылып, мысалға қарайықшы. Ең бастапқыда жайласқан орны бойынша геран кейін келесі крокус, кейін фиалка болады. Бұл таңдайтын маша орын ауыстырады. Демек, ортасындағы C менен V-дің орын ауыстырады. Сол кезде азында мынандай болады мінекей. В, С. Енді Таня кешкі қарай орын ауыстырады. Яғни, мына жайласқанның ортадағысы мен сол жақындағысы орын ауыстырады. Сол кезде В, геран, С болды. Бұл бізде 0 дегенде, кешкі қарай болды. Яғни, бір күн болған кезде. Ары қарап, келесі бізде маша не істейді? Бұны орын ауыстырады. Яғни, ертесіне азанда ортасындағысы менен оң жағындағысын орын ауыстырады. Бірінші біздегі сол жағындағысы орында тұра береді. С менен G орын ауыстырады. Ал кешкі түнге қарай қандай болады екен бізде? Түнге қарай бізге мынау жердегі сол жағындағысы мен оң жағындағысын орын ауыстырады. Ортасындағысын. Сол кезде бізге С түседі, В түседі және G түседі. Яғни, крокус, фиалка және геран үшкіл болды. Енді кешкі қарай қарап отырсақ, орын ауыстырады бұның. Ортасындағысы мен оң жағындағысын. Сол кезде крокус қалады, геран және фиалка болды. Ары қарап, Таня үшінші күн дегенде не болады екен? Үшінші күн деген кезде қарап отырсақ, сол жақтағы мен ортасындағысын орын ауыстырады. Геран, крокус, фиалка. Енді келесі осында жасай беруге болады. Бірақ та қарап отырсақ, мынау бізде айналып келді ма? Яғни, период болды бізде, период. Демек, мына жерден алуыма болады, мен мынаны алып тастаймын. Қажет жоқ. Егер 0 болса, ең басындағы жайласқан орны болады. Егер 1 болса, бір күннен кейін фиалка, геран, крокус болады. Егер 2 күн болса, онда крокус, фиалка және геран болады. Міне осы 3 нені аламын да, күнді нешеге бөлемін? 3-ке бөлемін. 3-ке бөлген кезде қалдығым 0 болса, мынаны жасам. Егер қалдығым 1 болса, мына келесі жол жасам. Ал қалдығым 2 болса, онда мына жолды жазамын. Бұл бізде ең оңай қарапайым жол болады. Яғни мынаны алып тастаймын. Бізге не дейді? Мына есептің берілгенін оқып шықсаңыздар, бізге К күн беріледі, бір бүтін сан. Осы бүтін сан берілгеніне қарап отырып, біз мынаны шығаруымыз керек екен. Демек, бүтін сан енгізейік. К тең int input. Мен бәрін үлкен әріппен жазып жүрмін ғой. Мақал К тең int input. Ары қарап, мен не істеймін? Мынадағы сандарды мыналарды жазып шығармын, тек қана қарапайым жолмен. К-ны мен бірінші 3-ке бөлген кездегі мәнін тауып алайын. К бөлінген 3 қалдығын тауып алайын. Ары қарап
егер k тең 0 болса, ол кезде мен бірінші жағдай жазамын, print деймін да, print геран, крокус и фиалка. Үшеуі. Егер k тең 1 болса, қалдығым 1-ге тең болса, print. Онда мен келесі жол жазамын, фиалка, геран және крокус беді. И егер k тең 2 болса, print. Үшінші жағдай жазамын, крокус, геран. Осы үш жағдай болды. Осы орындап көрейін. Ран деймін. Так, есептің номерін шедім. 504 дейді. 504. Санға 504. Так, 5 берсем, СВГ шығу керек екен. СВГ. СВГ өте жақсы. Мен осыны жіберемін. Так. Жақсы тексеріп көрейін және береді. Бірді беріп көрейін. Бірді берген кезде қандай болады екен? Фиалка, геран және крокус. Фиалка, геран, крокус. Не болды? Өте жақсы. Осыны жібереміз. Бұл бір жол емес, бірнеше жол бар. Массивке алып шығаруға да болады бұны. Яғни массивке алып, әрбір элементтерін орнына ауыстырып отыруымызға да болады. Егер 1 болса мынандай, 2 болса мынандай деп. Так. F5 мен артына жетеміз. Әдісі accepted. Неге? Өте жақсы. Бұл есепте бізде қанша екен? Бұл есеп 10 тесттен тұрады екен. Жақсы. Сұрақтар болса қойып отырамыз. Жоқ па? Жақсы. Келесі есеп бізде Е саны. Число Е дейді. Так, бірінші есептің берілген мұқият оқып шығамыз. Мұқият оқып шығамыз. Так, Е деген сан бар бізде. Е саны бар ғой. 2,1 деп аламыз біз оны көбіне. Бірақ оның мәні 25 таңбасын көрсеткен екен бізде. 2,718 деп кете береді. 75-ке дейін. Ең соңғысы 75-ке дейін. Яғни 25. Бізге қараймыз. Осы Е деген санның мәнін шығаруымыз керек. N қандай да бір N сан беріледі. Осы үтірден кейінгі қанша символды көрсетуіміз керек. N символды көрсетуіміз керек. Егер 0 болса қараймыз, 3 шығаруымыз керек. Қалай 3? Ол дегеніміз мына 7-ні жуықтаған кезде алдына 1 қосылады, яғни мына 5-тен бастап жуықтаған кезде алдыңғы позицияға 1 қосылады. Яғни осы жердегі цифрға 1 қосылып шығаратын болады. Егер 0 берсек, 3 шығару керек. 1 берсек 2,10-7 шығарады. Неліктен? Себебі 1 бізде жуықтаған кезде не болады? 7-нің өзі қала береді. Төменге қарап кетеді. Егер жуықтауды білеміз ғой, өткенімізде 0, 1, 2, 3, 4 болса, алдындағы позицияға 1 қосылмайды. Егер 5, 6, 7, 8, 9 болса, алдындағы цифрға 1-ді қосып шығарамыз. Енді осыны орындап көрейік. Қалай жасаймыз? Жаңадан көрейік. Бастапқыда бізге не беріледі? Берілетін шама бізде 1 бүтін сан беріледі. Жазамыз. Так, n тең int
input егер дейміз n тең 0 болса, ол кезде print дейміз 3 деп шығаруымыз керек. 3. Егер n тең 1 болса, print 2,7 шығаруымыз керек. Енді осы екеуін көрсе, сіздерге ағырып қалай жасауға болатын өзіңіз ұғып аласыздар. Так, не здесь? АСМП 6 есебі. Окей. Орындайық. 0 берсек 3 шығу керек. Өте жақсы. Келесі. Орындаймыз. 1 берсек 2,7 шығады. 2,7 түсіндік қой, неге? Енді осындай қылып біз әрбір сан берген кезде 25-ге дейін жазып шығамыз. Және әшейін енгізу шығару болған. Осы амалдарды орындап отырамыз. Мен қазір толық жазайын программаны. Міне мен жазып шықтым. Яғни программаны жүру үшін 0-ден бастап 25-ге дейін деп алдым. Және 0-да 25-та ішіне кіреді. Енді мысалы 26 символ берсе не шығады? Немесе -1 символ берсе не шығады? Сондықтан олардың бәрін ескеріп отырып, мен келесіде жазып шықтым. 0 берсек 3, неге? Жуықтап шығады ма? Неге? 2 берсек қараңыздар, 8 ғой. 8 алдыңғы символға 1-ді қосылады. Демек 2,72. Неге? 3 берген кезде, 4 берген кезде әрбір символды жуықтап берді алдына. Сол кезде 25 қатар жазып шықтым. Неге? 25 қатарды орындаған кезде мындай шығады екен. Енді осыны жіберіп көрейік. Негізі программа құрған кезде бір есепке бірнеше түрлі алгоритмді құруымызға болады. Так, мына жерге қоямын. И жіберемін. Охо, жолым көбейіп кетті. Мақұл, жолым көбейсе де. 25, 26, 2 көбейттік. Енгізу бар, и шартты қоямыз. Сонымен 54 қатар болады екен. Жіберіп көрейік. Бір рет тексеріп аламыз алдын алып. Әрбір есепті. Себебі тексермесек болмайды. Не акцепт. Яғни бұл да көп тест екен. Қанша тест екен көрейік. Бізге қызық болып тұр. 26 тест бар екен. 26 тест қандай екен. Мен 25 шартты қойдым. 0-ден басталады ғой. 0 берген кезде 1, 2, 3, 4, 25-ге дейін сан берген кезде нәтиже шықты. Яғни программаның кодын көріп алсаңыздар болады сіздер. Көріп алыңыздар. Әрбір позицияны берген кезде бізге сәйкес шығып тұр. Жазып алсаңыздар болады неке. Арға қарап программа құрып кете беруге болады. Енді түрлендіруге болады. Өздеріңіз білесіздер. Түрлендіріп көріңіздер. Басқа жолдар бар ма, жоқ па? Орындарын ауыстырыңыздар. Біздердің мақсат осыларды көрсету. Келесі есеп бізде 6-шы есеп. Бірінші есептің берілген мұқият оқып шығамыз. Мұқият оқып шығайық. Енді әрбір есепті біз мұқият оқып шығуымыз керек. Себебі бір есептер болады, көп уақыт алады, бір есептер бар, аз уақыт алады. Есеппен танысып шығыңыздар сіздер. Шахматы дейді. Жақсы, бізге шахматтағы ат жүрісін көрсетіп тұр бұл жерде. Аттың жүрісі. Енді жазған кезде біз қалай жазамыз? Бірінші бағанды жазамыз, одан кейін қатар жазамыз, С7 және Т5. Бізден сұралып отырыпты. Мынау нотациямен жазған кезде бізге бірінші ат, екінші атты жейді немесе ұрады дейді ғой, әртүрлі нұсқалар бар.
осы кезде мынаған үстіне түсе ма немесе жи ала ма, соны анықтауымыз керек. Егер жейтін болса, бізде yes деуіміз керек. Егер жаңағыдай ұрмайтын болса, ол кезде no деуіміз керек. Ал егер нотация жазған кезде дұрыс емес болса, ол кезде error деген шығаруымыз керек. Енді аттың жүрісін білеміз. Білеміз ғой, шахматта. Шахматты білуіміз керек. Біз мына программирование үйрену үшін шахмат, шашка ойындарын, логикалық ойындарды жақсы білуіміз керек. Аттың жүрісі 2 рет тура және 1 рет оңға немесе солға немесе оңға жүре алады. Міне, мына жерде тұрған болса, 2 рет жүреді де, солға немесе оңға жүре алады. Төмен қарап та 2 рет 2 клеткаға тура жүреді және оңға немесе солға бұрылады. Яғни бір аттың жүрісі егер ортасында тұрса 8 клеткаға жүре алады екен. Егер бір шетіне келіп қалса, онда тақалып қалуы мүмкін. Сондықтан қараңыздар. Біз бұл жерде есепті құрған кезде не істеуіміз керек? Бірінші кезекте біз әрбір символдың жазылғанын анықтап шығуымыз керек. Және екінші, мына берілген нотациямыз бізде 5 символдан артып кетпеу керек. Қалай программа құрамыз? Ойланыңыздар. Программаны құрудың 2 жолы бар. Жаңадан құрайын. Мына алып тастаймын мен. Басын бастаймын. Ары қарап кішкене түсіндіріп беремін. Басында біз нотацияны жазып алайық. Так, не деп аламын? Шахмат деп алсам болады. Шахматтың басы, немесе S-та деп алсам болады, немесе ход деп алсам да болады. Өзім білемін. Қайсысы қолай? Мысалы, ход деп ала беремін. Орысшаға қолайлы болсын. Тең дейміз. Мінекей. Символдық болғаннан кейін input, немесе жолдық дейміз ғой. Жолдық болғаннан кейін input дейміз. Оған int не деген сұралып отырмайды. Нотация. Енді бірінші кезекте не істеймін мен? Санап алуым керек. Біздің жазылғанымыз дұрыс па, дұрыс емес па? Санағышты қоямын. Одан кейін шарт қоямын. Егер ұзындығы біздің ходтың тең 5 болса, ол кезде мен программам жүреді ары қарап. Мына жерге қосыпты ғой. Программам дұрыс кетеді. Егер 5-ке тең емес болса, ол кезде мен не істеуім керек? Мына жерде қандай да бір оператор деп қояйын. Оператор. Егер бұған тең болса, else деймін де, қосыпты қойып, не деймін? Print error деуім керек. Ошибка болса, мына жерде жазылып тұрмын ке? Егер нотация дұрыс болмаса, error дегенді жазуым керек. Print error 2 о. Ары қарап. Егер 5-ке тең болса, онда не істеймін? Ол кезде мен әрбір символды қарап шығамын. Бірінші, мынау А-ға тең болса, Б-ға тең болса, С-ға тең болса, Д-ға тең болса деп шығамын. Сөйтіп, бұны S тең 1 деп алуым болады, S тең 2 деп айнымалы шама енгізем бұл жерде. Қараймыз. Мен қарапайым біреуін көрсетем. Егер деймін, ход бірінші, 0-ші, мына позициямыз тең А болса, ол кезде қандай қолданамын мен? Ол кезде S дегенге 1-ге тең деймін, және К-ға 1-ді қосып отырамын. Тең 1. Ары қарап, егер ход 1-ге тең болса, Б-ға тең болса, Б болса, ол кезде мен S тең 2 болады, және К-ға 1-ді қосам. 1. Ой, 0 де жоқ, 1 ғой. 0, 0-ші позиция ғой. Мінекей, осындай қылып 8 символды қойып шығамын. А, Б, С, Д, Е, Ф,
A, B, C, D, E, F, G, H. 8 символ мынау біріншіге. Және мынау өзі санмен қала береді. Кейін мынаны да қараймын. Егер сызықша болу керек. Егер сызықша болмаса, онда ошибка болады. Және келесі үшінші позициямен де тағы ол символ болу керек. Символда осы 8 жолға қойып шығамын. A, B, C, D, E, F, G деймін де. Осы қандай да бір айнымалы алып, айнымалыға теңестіріп отырамын осыны. Одан кейін келесі мына төртінші символымыз біздің не? Екінші және бірінші және төртінші символымыз бізді цифрға тең. Яғни цифрдың өзін қосып шығамын. Қазір мен программаны толық жазайын. Сіздердің енді уақыттарыңызды алып отырмын. Көріп отырған кезде қазір мен программаны толық жазып беремін сіздерге. Ары қарап мінекей мен программаны жазып шықтым толық. Енді сіздерге уақыт алмау үшін қараймыз мінекей. Егер код 0 А-ға тең болса, S 1-ге тең болады. B-ға тең болса, S 2-ге, S-ға тең болса 3, T-ға тең болса 4, I-ға тең болса 5, F болса 6, E 7, 8, H болса 8. Мінекей. Бұл бізде бірінші нотациядағы бірінші символ. Екінші символда мен сәйкес мінекей 1, 2, 3, 4 деп шықтым, жазып шықтым. Бәріне сәйкес 8-ге дейін қойып шығамын. Егер осындай болса, бірден былай қалдық. Енді осы жерде сұрақ туындауы мүмкін. Неліктен сіз бірден int деп кетпедіңіз деп. Int деп кетсем болатын еді, бірақ мына жерде k-ға бір қосылмай қалады ол кезде. Яғни санағышқа бір қосылмай қалады. Және сәйкес мен нотациядағы үшінші символ бар ғой. Үшінші позициядағы символ. Бұл бізде дефис болу керек. Мінекей. Осы дефис болған кезде, сызықша болған кезде мен бір қосылады. Мінекей. Ход 2 и сәйкес үшінші символ. Мінекей. Мынау D деген екінші фигураның жайласқан орнын көрсетуім керек. Мінекей. A болса, S деген айнымалыға 1 қосылады. Егер B-ға тең болса, S айнымалыға 2. Осында алып, мен біріншіге мынаған A деген алдым, B, мынаған C, D. Демек, 4 айнымалының көмегімен мен толық жазып шықтым. 4, 8, 8, 32 қатарға жазып шықтым. Енді сізге түсінікті болу үшін бұл. Бірден программаны қысқартып жазуыма болады, бірақ ол кезде түсінбей қаласыздар. Менің мақсатым сіздерге әрбір жолды жеке-жеке түсіндіру. Енді қараймыз. Егер k-ның ұзындығы, мына жерде нотацияның ұзындығы 5-ке тең болса, мынаның ұзындығы 5-ке тең болса, және шарт қоямын, мінекей. S азайту с, яғни мына бірінші позициядан келінші позиция 2-ге тең болса, және мынау бірінші символ мен төртінші символ айырмасы 1-ге тең болса, немесе бірінші 0-шы символ мен үшінші символымыз 1-ге тең, және бірінші символ мен төртінші символ 2-ге тең болса, айырмасы. Ол кезде мен естеп шығарам. Егер мына шарттың біреуі орындалмаса, онда аттың жүрісі болмайды. Ат фигураның недегі шахматтағы. Және егер осы жерде мына екеуі орындалмаса, ол кезде қате деп беруіміз керек. Және жалпыламай ұзындығы 5-ке тең болмаса, жалпы error деп беруім керек. Осыны мен көшіріп аламын. Программаны алдым. Осыны жіберемін, мына жаққа. Жіберіп көрейін, не болып жатыр менде. Так, 6-шы есеп. Мынау ешкім жүрмей қалды. Техникалық қателер болып тұрады. Исходный код решения дегенге толыққанды программаны жіберетін боламын. Программам ұзын болып кетті. Көріп тұрсаңыздар болады. Ұзақ программа болды. Енді 110
қатардан тұрады. Енді программа шығу үшін мен ең қарапайым енгізу шығару арқылы жасап отырдым. Программаны жібердік. Енді көрейік нәтиже не болады екен бізде. Егер кемшілік шықса, сіздер бірден нетпеңіздер. Ошибка дейді. Төртіншіде қате дейді. Төртінші тестте қате дейді. Қазір көріп шығамыз. Ештеңе жоқ. Төртінші тестте қате. Бірінші, екінші тест өткен. Демек, менде runtime error ұзақ оқып кетті дейді. Ұзақ оқып кетті. Мен қазір көріп шығайын. Қай жерде қате болғанын көріп шығайын. Программа жазған кезде мына бір символ қалып кетті. Мен қайта жіберем кодты. Аламында мына жақтан жіберем. Write code решение дегенде. Осыны жіберем. Қайта көріп шығсаңыздар болады. Мына жерде кодты жазып отырып, мен символды тастап кетіппін. Бұл символды қайта жазып шықтым. Яғни бір-екі рет тексеріп алуымыз керек. Содан кейін барып жібереміз. Енді төртінші тесттен қате болды. Running. Яғни төртінші тесттен өтті деген сөз бұл жерде. Енді 10-шы тестке келді. Accepted. Accepted. Неше тест бар екен? 28 тест бар екен. Міне программа коды құрып алсаңыздар болады. Қарапайым енгізу, шығару және әрбір символды мен бөліп алып есептеп отырдым. S деп алдым бірінші нулевой символға. Бірінші символымыз B деп алдым. Екінші символға мен мына жерде мінекей. Егер минус қатем болса, бір қосылады HNK-ға. Үшінші символым мен ABC'ға C деп алдым. Төртіншіге мен D деп алдым. Сол кезде менде D деп алдым. Бәрін есептеп шығады, нәтижені шығарып береді. Енді бір есепке программа құру оңай емес. 23% есеп екен бұл. 23% есеп бізде шықты. Келесі қызықты есеп және бір стрелка деп тұр. Стрелки. Ал бірінші есептің берілген мұқият оқып шығамыз. Есептің берілген мұқият оқып шығамыз. 44 есеп дейді. Бізге тізбек берілген қандай да бір және мына үлкен, кіші және тиреден тұрады. Немесе бізде сызықша деп болса қойып. Осылардың көмегімен біз не құрамызға болады? Стрелка, бағыт. Бағыт оңға қаралған және солға қаралған болады. Стрелка. Мынау садақтың оғы десек те болады бұны. Енді символдардың көмегімен жасауым ғой. Қараңыздар мінекей. Екі рет оңға және екі рет сызықша белгісі. Немесе дейді. Сол жаққа біреу кіші дегені, кіші символ біреу және екі рет сызықша қоямыз және кіші символды екі рет жазған. Осындай кезде бізге стрелка болып саналады екен. Енді сұрайды бізге берілген қандай да бір тізбек беріледі. Осы үш түрлі символдан тұратын тізбек беріледі. Осы жерден қанша біз стрелканы құрастыруымызға болады. Не оң бағытқа, не сол бағытқа бағытталған стрелканы жасауымыз керек. Ал енді ойланып көріңіздер, қалай жасауымызға болады бұл есепті? Бұл есепті қалай жасауға болады? Бұны да екі түрлі қылып жасауымызға болады, программа құруымызға болады. Бірінші қарапайым ұзын қылып жасауымызға болады. Әр символды жеке-жеке бөліп алуға болады. Немесе
менде бір ұзын мәтін қылып алуға болады. Жақсы, менде басында берілсін, қандай да бір тізбек берілсін, мына тізбек. Тізбек немен алайық? Мысалы, S деп алайық. S тең input тек. Мәтін түрінде берілген символдардың тізбегі. Ары қарап, мен ұзындығын анықтап аламын. N тең len S. Ары қарап, мен қандай да бір санағыш алып алайын. Санағышқа не қойсам болады? Сан деп алсам болады. Сан тең 0 деп алайын. Бұл бізде ссылканың саны, қанша ссылка бар екен. Ары қарап, мен қалай алсам болады? Цикл ашам. For i in range ұзындығы бойынша n-ге дейін деймін. N минус 4 деймін. 4 символ аз аламда мен ссылканы қойып отырамын. Егер және бір айнымалы алайыншы мен. A тең деймін. Так, стыр деймін. Бөліп аламын. S-ті аламын мен. I-ден бастап, қос нүкте. I-ден бастап, I плюс 5-ке дейін. Яғни 4 символды кесіп аламын. 5 символды осы жерде кесіп аламын. Егер A-ның мәні тең-тең стрелка болса, бірінші қай жаққа бағытталған бізде? Оңға бағытталған стрелка 2 рет және былайы. Немесені орнымен жазамын. A тең-тең тырнақша кіші минус мынандай болса. Ол кезде бізде стрелка ғой. Демек мен санға бірді қосып отырамын. Сан қосылған тең 1. Басқа жағдайда менде ондай стрелка болмайды. Ары қарап, санды мен программаның соңында шығара саламын. Print сан. Міне, қарап отырсақ, берілген мәтіннен осыны шығарады екенбіз. Так. Сынпы 44-ші есеп екен менде. Мені көшіріп алайын. Берілген көшіріп алу үшін мынаны бір рет жетсем. Жеткілікті. Символды бердік. Шығардық, 4 деп шығардық. Демек, мына есебіміз бізде дұрыс екен. Осыны жіберіп қойын. Waiting. Яғни, ойланып тұр қазірше. Ойланып тұр. Әзірше шықпын екен. Яғни, біздің құрған программаның дұрыс екен. 15 тест бар, 15 тесттен өтті. Стрелкой. Енді сіздер өздеріңіз осыны әр символды бөліп алып шығарып көріңіздер. Мына жерде мен барлығын бір A деген айнымалыға алдым. Сіздер бірінші символды мынау деп алыңыздар, екінші символ 3, 4, 5 символмен бөлек-бөлек алып шығарып көріңіздер. Яғни 5 түрлі айнымалы аласыздар. A, B, C, D, E деп алсаңыздар болады. Немесе басқа символдарды алып шығарып көріңіздер. Бүгінгі осы сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сұрақ жоқ па? Жақсы, онда өздеріңіз осыны түрлендіріңіздер. Басқаша қылып. Түрлендіріп көріңіздер. Қалай шығаруға болады. Жақсы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.